Сәлеметсіздер ме оқушылар? Медиа сауаттылық курсының кезекті сабағын бастаймыз. Сіздермен Ботагөз Есенғали. Бүгінгі біздің тақырыбымыз цифрлы әлемде өзімізді қалай қорғауымыз керек деп аталады. Оқушылар, бұған дейінгі сабақтарда біз медиаға барлық ақпарат алмасу құралдары жататынын түсіндіргенбіз. Және бүгінгі күні цифрлық технологиялардың нәтижесінде олардың қатты дамып кеткенін айтқан болатынбыз. Сол цифрлы әлемде біз өзімізді қалай қорғауымыз қажет және ол бізге не үшін қажет? Цифрлы әлемде қорғану бізге жеке ақпараттарды қорғау үшін, қаржылық қауіпсіздігіміз үшін және маңызды құжаттардың таралып кетуінің алдын алу үшін қажет. Қазір біз интернет сайттарда көп отырамыз және олармен жұмыс жасаймыз. Интернет сайттарға кіргенде әрбір сайттарда парақшаларды ашып, ондағы фотосуреттерге лайк басып, комментарий қалдырып, репост жасаймыз. Осы кезде біз интернетте, сол сервистерде, провайдерлерде өз ізімізді қалдырғанымызды білмей қаламыз. Себебі ол жерде біздің IP адресіміз, электронды поштамыз, немесе басқа да өзімізге қажетті жеке ақпараттарымыз қалуы мүмкін. Мысалы алайық, сіз ноутбук алу үшін Instagram желісінен қарадыңыз. Мысалы, сіз ноутбукты Instagram желісінен іздедіңіз. Сол кезде ол жерден іздегендеріңіздің бәрі тіркеледі де, сізге кейін сол ноутбук сататындардың хабарландырулары шығып тұрады. Неге дейсіздер? Себебі интернет әлемінде сараптау жүреді де, сіздің қажеттілігіңіз тіркеліп отырады. Сіз қандай сайтқа кірдіңіз, не іздедіңіз, сізге не қажет дегеннің бәрі оларға тіркеліп отырады. Сондықтан сіз өз ізіңізді ол жерде қалдырғаныңызды білмей де қаласыз. Ал интернетте қатерлер көп. Мысалы, кибербұзақылар басқаларды қорлау, өз мақсаттарына пайдалану үшін интернетті қолданатындар. Тіпті кейде біздің алдымыздан әдепсіз контенттер шығып жатады, әдепсіз ақпараттар, фотосуреттер, бейне материалдар шығып жатады. Міне, бұл да қатердің бір түрі. Кейде ортақ файлдарды қолдану бізге теріс нәтиже алып келуі мүмкін. Мысалы, музыканы, бейнені және басқа файлдарды рұқсатсыз бөлісу заңсыз болуы мүмкін. Немесе сіз музыканы немесе басқа файлды жүктеу арқылы өз құрылғыңызға зиянды бағдарламаларды жүктеп алуыңыз мүмкін. Ноутбугыңызға немесе смартфоныңызға. Вирус кіруі мүмкін. Интернеттегі жауыздар деген ол жасөспірім балаларды теріс ағымдарға, теріс нәрселерге жетектейтін, немесе бетпе-бет кездесуге итермелейтін, кейбір заңсыз ұйымдарға тартатын адамдар болады. Бұл интернеттегі жауыздар. Интернетте әртүрлі формаларды толтыру арқылы сіз кейде өзіңіз туралы немесе отбасыңыз туралы жеке құпия ақпараттарды бөліп беріп қоюыңыз мүмкін. Бұл жеке адамдардың өміріне қол сұғу болып саналады. Кейде көп жағдайда экстремистік ағымдардың хабарламалары тарап жатады. Ондайларды да таратудан бас тартыңыз. Себебі құқық қорғау органдары елдің қауіпсіздігін сақтау мақсатында, экстремистік таралымдардың алдын алу мақсатында сараптама жүргізіп отырады. Сіз тіпті кейде ондай хабарламаларды тарату заңсыз екенін білмей таратып қойғанның өзінде заңды жауапкершілікке тартылатыныңызды ұмытпаңыз. Интернетте алаяқтықтың түрлері көп. Мысалы, фишинг. Фишинг дегеніміз адамды жалған веб-сайттарға кіруге мәжбүрлейтін, жеке ақпараттарды беруге итермелейтін электрондық пошта хабарламалары. Сонымен бірге спам. Сұраныссыз, қажетсіз электрондық пошталар, жедел хабарламалар және де басқа да байланыс түрлері ол спам деп аталады. Кейде
Алаяқтар қолма-қол ақшаға қол жеткізу немесе несиеге қол жеткізу мақсатында адамдардың жеке мәліметтерін, жеке ақпараттарын ұрлап жатады. Бұл да интернеттегі алаяқтықтың бір түрі. Мұндайдан да сақ болуымыз қажет. Кейде интернет қолданушыларды алдап, ақша жіберуге мәжбүрлейтін электрондық хаттар, хабарламалар, қоңыраулар болуы мүмкін. Мұны мистификация деп атайды. Одан да сақ болайық. Демек, құрметті оқушылар, интернет желісінде өзімізді қорғау үшін бір нәрсеге лайк басып, комментарий қалдырып, репост жасаудың алдында, немесе кейбір сайттарға кіріп, хабарламаларды тарату алдында ойланғанымыз дұрыс. Біз цифрлы сауатты болуымыз қажет. Интернеттегі қауіпсіздігімізді қамтамасыз етуіміз қажет. Әлеуметтік желідегі қауіпсіздігімізді қамтамасыз ету үшін ақпараттарды саралап отыруымыз қажет екен. Мысалы айтайық, бөтен біреулердің сіздің парақшаңызда пост қалдыруына мүмкіндік бермеңіз. Мысалы, Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте желілерінде өз парақшаларыңызда біреулердің пост қалдыруына жол бермеңіз. Жарнама сипатындағы хабарламаларды спам деп қабылдаңыз да, ашпаңыз және таратпаңыз. Нағыз электронды поштаңыз бен телефон номеріңізді әлеуметтік желіде қалдырмаңыз. Кей жағдайда кейбір сервистерге тіркелу үшін электронды пошта қажет болады. Электронды пошталарыңыз ол үшін бөлек болуы қажет. Бөлек электронды пошта ашып қойыңыз. Қажетсіз хат таралымынан бас тартыңыз, хабарламаларға шектеу қойыңыз. Яғни есігіңізді жауып жүріңіз. Құрметті оқушылар, кей жағдайда бізге құттықтаймын, сіз ұтысқа ие болдыңыз, немесе бәлен компания тегін кроссовка таратуда, немесе бүгін WhatsApp-тың туған күні осы хабарламаларды ашып, немесе басқа біреулерге бәлен адамға жолдасаңыз, бәлен бірлік аласыз деген сияқты хабарламаларға сенбеңіз. Бүгін 99% жеңілдіктің соңғы күні, осы тауарға тапсырыс бере қалыңыз дегендерге де елікпеңіз. Менің әжем ауру адам еді, сізге өсиет қалдырған еді, немесе сіз фамилиялас екенсіз, менің әжем біреуге жақсылық жасағысы келеді, өлер алдында мұрасын қалдырғысы келеді дегендерге сенбеңіз. Сізге ақша аударымы келіп түсті, немесе номерден қателесіп, бәлен сома салып жіберген едім, маған қайтарыңыз дегендерге келіп қолымнан ақшаңызды алып кетіңіз деп жауап беріңіз. Яғни айдалада батпан құйрық жатпайтынын ұмытпаңыз. Құрметті оқушылар, интернеттегі алаяқтықтан өзімізді сақтау үшін кез келген кәмпитке қол соза бермеу керек екенін ұмытпаңыз, ойланыңыз. Балалар, бүгінгі сабақтан түйгендеріңізді 4 сөйлем әдісіне салып, кері байланыс жіберіңіздер. Сіздерге сәттілік.